Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жаңартылған білім негіздерін өткелі бері біз мұғалімдер көптеген әдіс-тәсілдерді ойлап табудамыз, үйренудеміз, дамытудамыз. Платформалармен жұмыс істеудің мен қатар біз көрнекіліктермен, яғни оқушылар қолға ұстау арқылы сабақты өткізуге, сабаққа көңіл бөлуге көп көңіл бөлеміз, көп күш саламыз. Бүгін солардың бірі баскетбол әдісі туралы айтқым келеді. Баскетбол әдісі қалай орындалады, қалай оқушылармен жұмыс істей аласыз? Баскетбол әдісі негізі сіз жарыс ретінде топпен топты жарыстырғанда, жұппен жұпты жарыстырғанда, болмаса жалпы сыныпты бір-бірімен жарыстырып ойнатсаңыз болады. Баскетбол әдісінің негізгі мақсаты дұрыс және бұрыс жауаптарды беру және өз пікірін дәлелдей алу. Оны мысалы сіз көптеген мысалы септіктерде қолдансаңыз болады, көбейту кестесін қайталауда, болмаса бөлу көбейту кезінде қайталап орындата аласыз. Жоғары сыныптарға енді әдебиет пәніне, болмаса математика, физика, химия пәндеріне өте жақсы келетін әдіс деп санаймын. Ал енді баскетбол әдісін өзіңізге шығарып алып, ламинаттап қойып қойсаңыз, барлық сабағыңызда қолдана бересіз. Бұл жас мұғалімдерге тапсырмасы көмек деп ойлаймын. Қазір мінекей алдарыңызда баскетбол әдісінің көрнекілігі тұр. Осыны шығарып алып, сыныбыңызға пайдаланасыз. Сіздің негізгі көрнекілігіңіз баскетбол доптары болып саналады. Соған есебіңізді жауабын жазасыз, есебіңіз жазатын боласыз. Одан кейінгі білім поштасы, рефлексиясы. Мұнда бала сіз тақтаңызға іліп қойған білім поштасына сабақтың соңында өзінің сізге деген кері рефлексиясын беру керек. Мысалы, сабақ аяқталып жатыр, сіз алдыларына таратып берген хатқа оқушы жазу керек. Бүгінгі сабақта не түсінді, не ойлады, не үйрене білді, қандай ойды көңіліне түйді, соны сізге жазып, тақтада ілініп тұрған білім поштасының ішіне салу керек. Бұл сіздің сабағыңызға деген оқушының беретін бағасы, оның кері рефлексиясы болып табылады. Барлық жас әріптестерге істеріңізге сәттілік тілеймін. Сабақтарыңыз ойдағыдай өтіп, жоғары дәрежеде жақсы баға алуларыңызға шын жүректен тілектеспін.